Мына мажаларымды 99-дан қалқым. Міне, бүгін және жаңадан зат келді. Мынау қарасы. Анжаққа барғанымнан келгенім тез болып кетті, байқадыңыздар. Біз ошол барып әлгі меймандыққа өткенге биткенге бармадым да. Өткен мен өзім шаруамен барғам, ол жерден де бір дүкен көріп, осыны мына дүкенімнің тармағын сол жерден ашайын деп. Өткен енді менің мына жерде саудам ерекше жақсы ғой. Басқа дүкенде сауда болмаса да менікінде қашан қарасаңыз тоқтамайды. Неге десеңіз, өте арзан біз дүкеннен, өте сапалы ғой малдар. Мен әлгі пифадан әкесем, mesela осы сіздерге 25, әкешан әлгі жақу жарың сымдарды. 35-тен қимыл қып беріп шыққан сымдардың пифасы үрімжіде 50-60 сом қалқым. Мен ылғи білесіздер, Гуанчжоуға барып, заводынан пәлем 1000 тал алып келем. Бір тал, 2 тал, 20-30 тал әкемей 1000-нан алам. Сөніңген арзан тоқтайды, сөніңген арзан сатам. Ал енді, ана жақта да жаңа айттым, өте қымбатшылық болғаннан кейін осы. Мыналар 99-дан қимыл қып бердім, қалқым, мына қарасы бар, міне қызылы бар әңгілақың. Қиын немене шығады, әдемі, міне. Көрдіңіздер ма? Пио-пио. Оның мына ішімдегіні бағана сіздерге айттым, мынаны 55-тен, мына түрін 45-тен қып бердім. Мынау дәлем әйбәт, мыналар нақ жүн шығады екен, мына көрдіңіздер ма? Ана бүйтіп тұр ғой. Бұларды 55-тен қып бердім. Өніңгі мына сіздерге мына сым, міне жақу жарың, мына қалыңдатқанды көрдіңіздер ма? Мен 25-тен қимыл қып бердім ғой, қалқым. 25-ке мынау бекердің орында ғой, міне. Тек қана осы рең, о завод деген жерде бүтін нәрсені рең атақты пасоны болмайды. Соның ішінде пәлем 1000 талды әлгі бір кейбіреулер заказ беріп алмай кетіп қалғаннан кейін асықпаған малды бізге төмен бағада береді. Әзір өзіңіз ойлаңызшы, мен 25-тен сатып жатырмын, маған қанша келді? Мен бір азырақ бір пайдасына берем. Өніңген азырақ поштағанның пұлын қосып алып жатсыздар, үлкен кішісі бар, тек қана осы мисы, қара реңі жоқ мисы бар. Керемет сапалы, мына сапаларын көрдіңіздер ма? Қыстың күні аз күннен күн суытып, міне әзір қыс болды ғой енді. 40 кусар, 40 торсымды киіп пышылдап, біреуінің сыртынан біреуін киіп жүрмейсіз. Бір талдың 2 санжа кусардың сыртынан, мынаны киіп жүркетесіз ғой, бір кусардың сыртынан. Тоңбайсыз, осындай. Міне. Және қарасы бар 35-тен қимыл қып берген яңмау. Сонымен әлгі айланы кепче осы не деп айтсам болады. Біз өшерге көн қағандық ма, мен өшердіқін жақсы көреткем. Сағынып тез-тез келіп алдым ғой. Енді анжақта шынын айтқанда әлгі не деп айтсам болады, енді бір ақшасы бар адамға нақ болатын жер екен. Өйткені ішпек жемек керемет қой бұл жерде. Сол жерін жақсы көрдім, бәрі нәрсе қолайлы. Бұрын 2 жылдың алдында барғанда да қиын қызығып кеткем. Сол жақтан да бір дүкен ашам деп бұйырса соған тез келдім. Мына аз күнде келер сейсенбі күні кеште жүретіннің айырплан билетін алып күйеуім екеуміз Гуанчжоуға барып сонымен бір тауарларды. Бұл емес жаным әлгі